Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай нәзік және дәмі де әдемі шығатын блиннидің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз және каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант және аз мөлшерде тұз салып, венчикпен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі жылы сүт құйып араластырамыз. Келесі сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды осылай асықпай қозғап отырып саламыз. Арасында түйін қалмау үшін және де ұннан кейін қопсытқышымызды салуды ұмытпаймыз. Ең соңында жылы суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Сүт пен судың өлшемі бірдей болуы керек. Мысалы, 300 грамм сүтке 300 грамм су қосасыз. Тестамыз сұйық болуы керек. Қою болған жағдайда блинни піскен уақытта кішкене көтеріледі, сол себепті қалыңдайды. Қызып тұрған табада орташа отта пісіреміз. Тестаны ожаумен қатты толтырмай алып, табаға айналдыра құйып шығамыз. Табаның астындағы от жай немесе қатты болмауы керек. Құймағымыз орташа отта піседі. Құймақтың шеті қызарғаннан кейін екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Және де бұл жерде мен табаны майламадым. Қаласаңыз майласаңыз болады. Піскен блинниға ыстықтай кезінде сары май жақсаңыз өте дәмді шығады. Міне осындай әдемі, нәзік, дәмді блинни шығады. Осы рецеппен сіз де дайындап көріңіз. Отбасы мүшелеріне ұнайтынына мен сенімдімін. Және де видеома лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.